Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы мәңгілік ел ұлттық идеясы. Бүгін біз сабақта мынадай мақсаттарды жүзеге асырамыз. Мақсатты аудиторияның қызығушылығын ынталандыру үшін әртүрлі жанрда мәтіндер құрастыру, мәтіндегі айтылған ойға өз көзқарасын білдіру, сыни тұрғыдан баға беріп айту. Бүгінгі сабақта әртүрлі стиль мәтіндермен танысамыз, әртүрлі жанрда мәтіндер құрастыруды үйренеміз, өз көзқарасымызды айтуды, жазуды, пікірімізді білдіруге талпынамыз. Бүгінгі сабағымызда білімдіге дүние жарық, білімсіздің күні кәріп деген мақалмен бастағым келеді. Ендеше балалар, білімді болайық, жақсы оқиық. Мәңгілік ел болу үшін қажетті тірек сөздер қандай? Әрине, ата-баба арманы, тәуелсіз еліміз, аға ұрпақ өкілдері, салт дәстүріміз, аңсаған арман, ұрпақтарымыз, аға ұрпақ өкілдері, туған жер, отан, мықты, күшті ел. Ерлан Ахметтің мәңгілік ел деген өлеңмен жалғастырамыз. Аспанның нұрланып ажары, тасытты береке қазанын, азаттық қыранын самғатып, әлемнің аудардық назарын, жасампаздық көшіндегі ұрпақтарды бастасын, ұлы дала төсіндегі мәңгілік ел жасасын, бейбіт күн орнасын төріңде, сандуғаш сайрасын жеріңде, бақыттың жұлдызы жарқыра, тәуелсіз Қазақстан көгінде. Қандай әдемі өлең жолдар балалар. Жүректен шыққан қуанышын жеткізген Ерлан Ахметтің өлеңі сендерге де ұнады деген ойдамын. Ал мақсатты аудитория дегеніміз не? Өткен сабақтарда да сендер мақсатты аудиториямен танысқан болатынсыңдар. Бұл мәтін кімдерге арналған? Мәтін неше абзацтан тұр деген сұрақтарға жауап беруіміз керек. Яғни мәтінмен жұмыс жасай білу керек деген сөз. Мақсатты аудитория бұл кейбір жалпы сипаттамалары, қасиеттері, мүдделері бар адамдар тобы. Бүгін бізде өлең. Сондықтан да бұл өлең аудиториясы біріншіден барлық адамдарға арналған, екіншіден мектеп оқушыларына арналған деп айтуға болады. Тілге жеңіл, жүрекке жылтиып, әр адам оқи алады деген аудиторияны айтып кеткен дұрыс. 19 бетте сендерде екінші тапсырма берілген. Пікірмен келісу, келіспейтіндеріңді білдіріп, попс формуласына салып жазуымыз керек. Ана тілін біліп тұрып, бөтенше жақсы сөйлесең, бұл сүйініш. Ана тілін білмей тұрып, бөтенше жақсы сөйлесең, бұл күйініш. Өз тілін білмей тұрып, жат елге еліктей беру зор қате. Халел Досмұхамедұлының сөзі. Ана тілі жүректің терең сырларын, басынан кешкен дәуірлерін, қысқасы жанның барлық толқындарын ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп сақтап отыратын қазына. Жүсіпбек Аймауытұлының сөздері. Не туралы айтылған балалар? Әрине, ол біздің ана тіліміз. Өз тілімізді, ана тілімізді құрметтейік. Бәрінен артық көрейік. Өз тілімізді білмей, жат тілге еліктей беру үлкен қате деп ойлаймын. Ал ендеше попс формуласына көшеміз. Попс формуласы дегеніміз не? Онда мынадай 4 жолдан тұрады. Менің ойымша бірінші, екіншісі, себебі мен оны түсіндіремін. Үшінші, оны мен мына деректермен, мысалдармен дәлелдей аламын. Төртінші, осыған байланысты мен қорытындыға келдім. Берілген көп нүктелердің орнына өзіміздің жауаптарымызды жазуымыз керек. Сонымен ана тіліне байланысты попс формуласы қалай шығады екен? Менің ойымша, ана тілі ананың сүтімен келетін ең асыл қазына. Себебі ана тілге анаға жетер байлық жан жоқ. Ана тіліне жыр жазбаған ақын, ананы тілге тиек етпеген жазушы жоқ шығар.
Осыған байланысты ана сүтімен келген ана тілімізді көзіміздің қарашығындай сақтайық дегім келеді деп мен бопс формуласына салдым. Ал енді әр бала өзінің ойын осылай түсіре алады деген ойдамын. 20 беттегі 6 тапсырма. Мәтін үзіндісін ауызекі сөйлеу стиліне ауыстырып жазу. Яғни мақсат балалар бұл жерде стиль түрлерін білу керек деген сөз. Дескрипторлар мәтінді ауызекі сөйлеу стиліне ауыстырып жазады. Стильге тән ерекшеліктерді сақтайды, сауатты, қатесіз жазуға талпынады. Ендеше берілген мәтінмен танысайық. Мәңгілік ел идеясын жүзеге асырып, одан әрі дамытатын жастар болғандықтан, олар ең алдымен білімді, ұлттық құндылықтар мен заманауи игіліктерді өз бойына біріктіріп, ұштастыра білген, өз елінің нағыз жанашыр азаматтар ретінде қалыптасуға талпыну керек. Мемлекеттің осы бағытта атқарып жатқан ізгі жұмыстары аз емес. Солардың бірі мәңгілік ел. Ал ауызекі сөйлеуге стилгенде ауыстырып көрейік. Мен порталас досым Асылбекпен сабақта өткен жаңа тақырып туралы сөйлестім. Одан мәңгілік елді қалай түсінетінін сұрадым. Ол былай жауап берді. Менің ойымша, мәңгілік ел мәңгі жасайтын, туымыз көкте желбірейтін, ұрпағымыз бақытты, ең бай мемлекет деп ойлаймын. Ал сен мәңгілік елдің болашағына ретінде не істер алар едің? Мен әлі баламын ғой, бірақ менің де өз ойым, арманым бар. Шіркін, еліміз көрші елдер қызға қарайтын мәңгілік елге айналса ғой. Естеріңде болатын болса, сабақтың басында мына ауызекі сөйлеу стилі, жазба стильдер туралы айтып кеттік. Сондықтан да бұны сендер ұғынып алды деген ойдамын. Айтылған ойды дәйектеп 4 себебін айту. Тәуелсіздікке қол жеткізгеннен гөрі оны ұстап тұру әлде қайда қиын деген ой беріліптір. Соның 4 түрлі себебін жеткізуіміз керек. Себебі: біріншіден, еліміз мықты болу керек. Екіншіден, бәсекеге дайын болу керек. Үшіншіден, 4 құбыласы тең болу керек. Төртіншіден, ішкі сыртқы саясатты жүргізе білу керек. Бұл тапсырманы да сендер жақсы орындай аласыңдар деген үміттемін. Әрбір адам үшін ең асыл қазына отанын, туған елін сүю. Халық батыр Бауыржан Момышұлы былай деген екен: біздің тарихымыз батырға бай тарих. Халқымыз батырлықты биік дәріптеп, азаматтық пен кісіліктің символы, үлгісі санаған. Батырлық, ерлік деген ұрпақтан ұрпаққа ата дәстүр болып қала бермек. Өткенін білмеген, тәлім тәрбие, ғибрат алмаған халықтың ұрпағы тұл, келешегі тұрлаусыз. Біздің қазақ халқы батыр халық. Іргесі берік елді жау ала алмас, аузы бар елді дау ала алмас деген нақалмен бүгінгі сабағымызды аяқтаймын. Біздің мәңгілік еліміз мәңгілік болсын. Сабаққа жақсы қатысыңдар деп ойлаймын. Хош, сау болыңдар. Келесі кездескен